3, 2, 1. Тұтану бар, көтерілу бар. Адам танымын күн жүйесіне барынша тереңдету үшін Титан Центавр 2 Voyager ғарыш кемесінің алғашқысын алып ұшты. Қараңғы бөлме. Бұл әлемнің орталығы. Біздің ең алыс ғарыштық аппаратпен дәл осы жерден байланысамыз. Біз Voyager'лермен әлі күнге байланыстамыз. Олар бізге күн сайын сигнал жібереді. Көріп тұрғандарыңыздай, Voyager 2-ның 35-ші және 36-ші антенналар қадағалауда. Voyager шын мәнінде жаңалыққа толы миссия болды. Әр планетаның қасынан ұшып өткенде, сұрақтар жауаптардан көбірек туындады. Менің ойымша 40 жыл бұрын осы жобаны бастағанда осындай керемет ұзақ саяхатқа баратынымызды ешкім білмеді. Біз жұлдызаралық кеңістікке жете аламыз деп үміттендік. Voyager 1-дің арқасында бұған қол жеткіздік. Енді Voyager 2-мен де жетпекшіміз. Voyager 1 екі кеменің бізден алысырағы. Ол қазір жерден 21 миллиард километр қашықтықта. Voyager'дегі хабар таратқыштың қуаты 20 ваттан сәл жоғары, тоңазытқыштың шамындай-ақ. Сондықтан сигнал осы орасан қашықтықты басып өткенде, оның қуаты ваттың 10 триллион миллиардтан бір бөлігін құрайды. Бұл бірді артында 21 нөлі бар ондыққа бөлгенмен тең. Voyager 2-дегі нақты мүмкіндік бұл әрине күн желін өлшейтін құралдың жұмыс істеп тұруы. Қазір ол гелиосфера ішіндегі күн желін өлшеуде. Ол гелиосферадан шыққан соң жұлдызаралық кеңістікке енеді. Онда жарылған басқа жұлдыздардан келген жұлдызаралық жел бар. Сөйтіп, осы құралдың арқасында бізге алғаш рет жұлдызаралық желді тікелей өлшеуге мүмкіндік туады. Бұл саяхаттағы ең ғажап нәрсе, оның 40 жылға созылғаны ғана емес, іс жүзінде әлі де жаңалықтар ашылуда. Өйткені олар бұрын ешкім болмаған жерлерге жетті. Бұл олардың қуаты таусылғанша жалғасады. Бірақ олар құс жолы галактикасының орталығын айналумен болады. Миллиардтаған жылдар бойы біздің үнсіз елшілеріміз.